Қымбатты оқушылар, бүгін біз сіздермен 5-ші сабақты бастаймыз. Ол негізінен сөздерді басталады. Қазақ тілінде сөздердің түрлері көп. Диалект сөздер, кәсіби сөздер, неологизмдер, жаңа сөздер, термин сөздер, кірме сөздер және ескі архаизм сөздер. Диалект сөздер дегеніміз ол диалектілер. Өздеріңіз байқасаңыздар, егерде әр қайсы бір облыстың сөздерін, тұрғындарының сөздерін екінші бір облыстың тұрғындары түсіне бермейді. Мұндай сөздерді диалект сөздер дейді. Әр облыстың жергілікті жерлерде қолданылатын сөздері. Мысалы, жейде деген сөз ер кісінің көйлегі. Бір жақта оны жейде дейді, а басқа бір жақта тек қана көйлек деп айта береді. Шалбар, кәдімгі орыстың брюки деген сөзін бір жақта сым дейді, екінші бір жақта шалбар дейді. Сіріңке деген спичке от жағатын зат, оны бір жерде сіріңке, бір жерде шақпақ, бір жерде оттық деп айта береді. Екінші, бұндай сөздерді диалект сөздер дейді. Диалект сөздерге қарап, адамның, тұрғынның немесе бұл кісінің қай облыстан, қай жақтан келгенін анықтауға болады. Біріншіден, екіншіден, әдеби кітаптарда бұл сөздер қолданылмайды. Жергілікті ерекшелігі бар сөздер қолданылмайды. Шығарманың барлығы әдеби сөзбенен жазылады. Кәсіби сөздер дегеніміз белгілі бір мамандыққа ғана байланысты қолданылатын сөздер. Мысалы, су суғаратын адамдарды мұрап дейді. Егін шаруашылығында жұмыс істейтін, жеміс шаруашылығында жұмыс істейтін адамдарды бағбан дейді. Мақта шаруашылығында жұмыс істеп, мақта жинайтын адамдарды терімшілер дейді. Немесе қауынның түрі торлама. Мұны да тек қана мамандыққа байланысты түсінуге болады. Ол мамандықта жұмыс істемейтін адамдар бұл сөздерді түсіне бермейді. Бұндай сөздерді кәсіби сөздер дейді. Келесі сөздің түрі неологизм, жаңа сөздер. Бұл елімізде болған жаңа қоғамдық қарым-қатынасқа байланысты жаңа сөздер пайда болған. Мысалы, әмбебап деген сөз универсальный деген сөздің біздің тіліміздегі айтылатын сөз әмбебап. Жарғы деген сөз уставтан, нарық деген рынок сөзінікі аудармасы, кешен, комплекс деген сөздің елтаңба, герб деген сөздің. Бұл біздің тілімізде айтылатын жаңа сөздер. Термин сөздер ғылым, техника, өндіріс саласында қолданылатын сөздер. Мысалы, роман ол әдебиет саласында қолданылады, футбол спортта қолданылады, математика ғылым тілі, ғылыми сөз. Бұларды термин сөздер деп айтады. Кірме сөздер дегеніміз басқа тілден енген сөздер. Мысалы, самаурын деген сөз, самовар деген орыстың сөзінен алынған. Сот деген судья деген орыстың сөзінен алынған. Сома, сумма, нөмір, номер. Ал завод, завод, барқыт, бархат. Ал молда, шәкір, добро, ямал деген сөздер араб, парсы тілдерінен алынған сөздер. Архаизм деген сөздер бұлар ескі, бұрынғы қолданыста болған, қазір қолданыстан шығып қалған сөздерді архаизмдер дейді. Бұлар мысалға тек қана әдеби шығармаларда ғана қолданылады, қайсы бір ұлттық діни іс-шараларда қолданылады. Мысалы, айтайық, сәукеле, кебеже деген сөздер мысалға тек қана наурыз мерекелерінде айтылады, атауын естисіздер. Ал болыс, сұлтан, жаушы, барымта деген сөздер мүлдем қолданыстан шығарып қалған. Жаушы деген жаңа хабар айтатын, бір елден бір елге атпенен жауып барып хабар жеткізетін адамдарды жаушы деп айтады. Ол енді көбінесе жаудың келе жатқан туралы ақпарат беретін болғандықтан оларды жаушы деп атап кеткен. Барымта деген мысалы біреудің малын түгеліменен тартып алып айдап кетеді. Мысалы, не болды дейді, не жасады, олар барымта жасады деп оларды кейін айттап, жазалап жатады. Барымта деген біреудің затын, біреудің малын иеленіп алу деген сөз. Бұл сөздер архаизм сөздер, ескіде қолданылған, бүгінде қолданыстан шығып қалған сөздер. Сонымен қорыта келгенде қазақ тілінде сөздердің осындай 6 түрі бар екен. Диалект, кәсіби, неологизм, термин, кірме және архаизм сөздер. Бұны суретке түсіріп алып, жинап қойсаңыздар болады. Мұнда берілген тапсырмаларды қараңыздар. Берілген сөздерді мағынасына қарай топтастырыңыз дейді. Мысалы, ғарыш қай сөздің түріне жатады? Үстел қай сөздің түріне? Ғарыш мысалға неологизм. Үстел деген орыс сөзден енген
кірме сөз. Балмұздақ деген ол неологизм, мороженый деген сөздің қазақша атауы. Пиала бұл кірме сөз, пиала деген сөзден алынған. Ішік бұл ескіден қолданылған сөз, қазір оны тон дейді, дубленка дейді. Тегене ол жаңағы ыдыстың түрі, үлкен табақ, мысалы шара да сондай. Кірлен жаңағы кір жуатын ыдыс. Институт деген жаңа сөз, конституция жаңа сөз, сәукеле архаизм, роман бұл жаңағы мамандыққа байланысты айтылатын кәсіби сөз, бифштекс бұл таза кірме сөз. Осыны біліп, естеріңізге сақтасаңыздар болады. Мына тапсырманы қарап көрейік. Лингвистикалық термин табыңыздар дейді мынаның ішінен. Сәл ғана ойланып тауып көріңіздер, қайсысы лингвистикаға жатады. То есть тілге жатады қайсысы. Тіл ғылымына жатады. Квадрат па, поэма ма, ықпал ма, балет, глобус. Егер сіздер ықпал деп тапсаңыздар, онда дұрыс тапқандарыңыз деп есептеңіздер. Өйткені ықпал деген сөз ілгерінді ықпал, кейінді ықпал деген қазақ тілінде ғана айтылатын сөз. Тарихи сөзі бар қатарды табыңыз дейді. Қай қатарда тарихи сөз кездеседі? Тәрбиесі жаманға жақсы ұстаздан пайда жоқ. Қымыз киелі ас болып саналады. Көктем келіп табиғат ояна бастады. Хан елдіктің ең жоғарғы қызметі қырғын болса да, жеті таңды ұмытпа. Қай сөйлемде тарихи сөз бар? Әрине, сіздер дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Хан деген сөз бұл тарихи сөз. Сөздіктер жайлы біліп алу керек. Бізде бірнеше сөздіктің түрлері бар. Ол сіздің өміріңізде кездеседі. Бұл не деген сөз деп таңғалып қалмаңыздар. Бұл да өзіміздің тіліміздің мағынасын ашатын сөздіктер. Мысалы, фразеологиялық сөздік деген ол тілдегі тұрақты сөз тіркестерінің сөздігі. Мысалы, көзді ашып жұмғанша деген сөзді тікелей қайсы бір адам түсіне алмауы мүмкін. Ол тез арада дегенді білдіреді. Тонның ішкі бауындай дос деген сөзді көп адам түсіне қалмайды. Ол кәдімгі мықты дос, керемет дос, ажырамас дос дегенді білдіреді. Міне осындай сөздерді, тұрақты сөз тіркестерін осы мағынасын фразеологиялық сөздіктен табасыздар. Қазақша, орысша, қазақша сөздік. Бұлар кәдімгі қазақ тіліндегі сөзді орысшаға, орыс тілінде айтылған сөзді қазақшаға аударатын аударма сөздік. Лингвистикалық сөз деген сөздің мағынасын түсіндіретін. Энциклопедиялық сөздік деген сөздің қайдан шыққан, түп атасын түсіндіретін сөз. Түсіндірме сөздік деген сөздің мағынасын ашатын сөз. Ендігі әңгіме қанатты сөздер жайлы. Бұл тілдегі сөз байлығы. Қанатты сөздер тұжырымды ойға құралған өрнекті сөздер. Қанатты сөздерді кейде 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні деп айтамыз. Қанатты сөздер кейде 2, кейде 3-4 шумақтан да тұрады. Қанатты сөздерді көбінесе авторлары белгілі болады. Мысалы, не тапса да адам өз пиғылынан таппақ. Мәшһүр Жүсіптің сөзі. Қалай түсінуге болады? Мұны түсіндіруге әрине ұзақ уақыт керек. Адам өзі жақсылық ойласа, ешкімге жамандық ойламайтын, таза пиғылды адам болса, ол адам әр уақытта жақсылыққа кенеледі деген сөз. Ал егер адам өзінің пиғылы нашар болса, кісілерге ойлайтыны жамандық болса, қара ниет адам болса, оның да сыбағасы бар. Ол үнемі сондай жамандыққа кездесуі мүмкін. Біз ұзақ айтып жатқаннан көрі, мәшһүр Жүсіп аталарымыз ол кісі не тапса да адам өз пиғылынан таппақ деп бірақ сөйлем берді. Осыменен сіздерге түсінікті болды. Жақсы дос білген сырын сыртқа жаймас деген Абай аталарымыз. Жақсы дос білген сырын сыртқа жаймас. Қараңызшы, достың жақсы екендігін неден білуге болады? Ол ешқашан сіздің айтқан әңгімеңізді, сырыңызды сыртқа жаймайды. Не айтсаңыз да оның ішінде қалады. Ол сізге нағыз берілген достың түрі, сипаты. Адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі деген сөз бар. Бұл да қанатты сөздің бір түрі Абай жазған. Адал еңбекпен мал іздеу. Демек, арлы болу үшін арлы адам малын адал еңбекпен табады екен.
адал еңбекпен, арамдықпен, біреуді алдап, біреуді арбап, қолына түсіріп алам деген нәрсе, пайда табам деген адам, ол арлы адам емес. Ал арлы адам тек қана адал еңбекпен мал табады. Мына жолды көрейік. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен. Үйренгеннен ештеңен кетпейді, Төле бидің сөзі. Расында да, рас сөздің ешқандай құны ешқашан жоғалмайды. Ол сөз жойылмайды, ол сөз жылдан жылға, ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Тауып айтқан сөз ол шын сөз, оның ішіндегі ең шындықты айтқан сөз нағыз тауып айтылған дәл сөз деген сөз. Өзің білмесең, білгендерден үйрен, үйренгеннен ештеңен кетпейді деген бұл кәдімгі білмеймін деп тоқтап қалғаннан көрі, білгендерден сұрап, үйреніп ал, оған ұялма дегенді білдіреді. Міне бұның бәрі қанатты сөздер, балалар. Қанатты сөздер әрдайым айтылып отырған ойыңызға жақсы бояу береді, реңк береді. Сіздің сөзіңізді қызығып тыңдайтын болады адамдар. Болады ғой біреулер, мен жақсы сөйлей алмайым деп отырады. Неге? Себебі осындай әдемі қанатты сөздерді қосып сөйлемегесін. Сөздері кішкене сұрықсыздау, қызықсыздау болып тұрады. Оны білгендіктен мен үнемі сөйлей алмайым деп өзінен өзі қысылатын адамдар болады. Демек, осындай қанатты сөздерді пайдаланып сөйлеу адамның сөйлеу өнерін дамытады екен. Сөздің екі түрлі мағынасы бар. Біреу тура мағына, біреу ауыспалы мағына. Мысалы, балалар қасқыр туралы кино көрді деген сөйлемде қасқыр деген тура мағынада тұр. Ол жыртқыш аң деген сөз мағынаны береді. Ал ол кезінен ақ нағыз қасқыр ет деген сөйлемде қасқыр сөзі ауыспалы мағынаны беріп тұр. Өйткені ол бала жас кезінен айтқанынан қайтпайтын алғыр мінезді еді деген мағынаны береді. Демек, бір қасқыр деген сөздің екі түрлі мағынасы бар екен, тура және ауыспалы. Басқа сөздерді қарап көрейік. Мысалы, көздің жасы деген сөзді алайық. Мұнда жас деген сөз тура мағынада тұр. Кәдімгі көзден аққан жас. Ал жас адам дегенде бұл жасы, өзінің өмір сүрген жасы аз деген сөз. Мысалға, айтайық, 13-тегі баланы сіз, немесе 15-тегі жігітті сіз кәрі деп айтпайсыз ғой, оны жас деп айтасыз. Ал жасы үлкен адам деген, ол үшеуі бірігіп, кәдімгі ел ортасына келген, 40-тарға кеп қалған, одан асқан адамдарды айтады, жасы үлкен адам. Мынандай сөйлем болады: сіздің жасыңыз үлкен, сіз жасы үлкен адамсыз, сондықтан біз сізге құрмет көрсетеміз деген сөйлемдер болады. Бұл жасы 50-ден, 40-тан 50-ден асқан адамдарға берілетін баға, соларға берілетін атау. Демек, осында жас деген сөздің бірнеше мағынасы бар екен. Мына сөздің ішінен дейді, тура мағыналы сөзді табыңыз дейді. Құлақ салды, құлақ етін жеді, баспасөз қоғамның құлағы тілі, құлағым ауырып тұр, ақпақ-құлаққа айтса ағып кетеді. Қайсы тура мағынада тұр деп ойлайсыздар? Әрине, құлағым ауырып тұр. Құлақ салды деген сөз жаңағы ауыспалы мағынада тұрған сөз. Тыңдады деген сөз. Құлақ етін жеді деген ауыспалы мағынада тұрған сөз. Мана мен айттым ғой, фразеологизмде, бұл туралы кейінірек толық айтамыз. Құлақ етін жеді деген көп сөйлей берді деген сөз. Баспасөз адамның құлағы тілі дегенде, мұнда құлақ деген сөз ауыспалы мағынада қоғамның құлағы. Яғни барлық ақпаратты осы қоғам баспасөз арқылы естіп отырады деген сөз, тыңдап отырады деген сөз. Қараңызшы, баспасөз деген газет, журнал, оның рөлі жоғары екенін білесіздер әрине. Ақпақ-құлаққа айтсаң ағып кетеді деген сөз, бұл да ауыспалы мағынада айтылып тұрған сөз тіркесі. Ақпақ-құлақ деген кім сонда? Айтқанды ұмытып қалатын, қайталап айтуды қажет ететін адам. Құлықсыз, аса көп мән бермейтін адамды ақпақ-құлақ деп айтады. Ал құлағым ауырып тұр дегенде, құлақ ол таза мағынада айтылып тұр, тура мағынасында. Құлақ кәдімгі адамның дене мүшесі, ауыруы мүмкін оның, сонда бұл тура мағынада айтылып тұрған сөз. Мына тапсырманы қарап көрейік. Ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сөзді табыңыз. Күн сәулесі нұрын шашады,
терезеден күн түсіп тұр, күнсіздерге күн болған, күнде осы жаттығуды қайталайды. Кешегі күн ыстық еді. Қайсы ауыспалы мағынада? Күн сәулесі ауыспа ма? Жоқ, әрине, күн сәулесі кәдімгі күннің сәулесі. Терезеден күн түсіп тұр дегенде де кәдімгі күн туралы болып тұр. Күнде осы айтқанды қайталайды дегенде күн деген күн сайын деген сөзді білдіреді. Ден деген мағынада. Кешегі күн ыстық еді деген бұ да сол мағынада, тура мағынасында. Ал күнсіздерге күн болған деген бұл жоқ жітімдерге қамқорлық көрсеткен, қараусыз қалғандарға пана болған деген мағынаны білдіреді. Ауыспалы мағынада тұрған сөз. Екінші тапсырманы сұрақ: биік сөзінің тура мағынада қолданылғанын көрсетіңіз дейді. Қайсы? Биік сезім бе тура мағынада? Биік тау ма? Биік ой ма? Биік тұлға немесе биік сөз бе? Қайсы тура мағынада тұр? Әрине, биік тау. Үшінші тапсырманы қарайық. Ауыспалы мағынада қолданылған сөзді көрсетіңіз. Ниетің қисық болса, ағайынға өкпелеме. Ниетің қисық болса, ағайынға өкпелеме. Қайсы ауыспалы мағынада? Өкпелеу деген сөзді білеміз, тура мағына. Ағайын деген сөз, туған, туысқан деген сөз тура мағынада. Болу деген етістік өз қызметін орындап тұр. Қисық деген нәрсе бір нәрсенің тура емес, түзу емес, қисық екенін білдіреді. Ауыспалы мағынада тұрған ниетің. Ниет деген сөздің пейілі, пиғылы адамның қисық, түзу екені көзбен көре аламыз ба біз? Көре алмаймыз. Біз кез келген заттың, ағаштың қисық екенін, темірдің қисық екенін көреміз көзбенен. А ниеттің қисық екенін көзбен көрмейміз. Бұл пейілің жаман болса, біреуге жаманды ойласаң деген мағынаны білдіретін ауыспалы мағынадағы сөз. Ауыспалы мағынадағы сөз тіркесін табыңыздар дейді. Тіл тазалығы, қызыл көйлек, мөлдір бұлақ, шынайы махаббат, адал ұл. Енді кішкене жаттығып қалдыңыздар, табу қиын болмас деп ойлаймын. Қайсы ауыспалы мағынада? Қызыл көйлек деген бар ғой бізде. Тура мағына. Мөлдір бұлақ, тура мағынада. Ауыспалы мағынада тұрған сөз тіл тазалығы. Тіл тазалығы. Бұл не деген сөз? Таза сөйлеу деген сөз. Таза сөйлеу. Қай тілде сөйлесеңіз де таза сөйлеуіңіз керек. Мысалы, біздің өзіміздің ана тіліміз қазақ тілі. Бұл тілде біз таза сөйлеуіміз керек. Сондықтан бүгінгі күні осы тілдің тазалығына мән көп беріліп жатады. Сондықтан тіл тазалығы ауыспалы мағынада тұрған сөз. Міне, тура және ауыспалы мағына туралы берілген аз ғана мағлұмат осы. Еске сақтаңыздар, көшіріп алыңыздар, қажет жерде пайдаланыңыздар. Ендігі сөздің түрі көп мағыналы сөздер. Сөздің бірнеше мағынасы болады бір сөздің. Мысалы, астын қараңыз, қанат деген сөзді қараңызшы, қанат деген сөз. Құстың қанаты, балықтың жүзу мүшесі, білеміз ғой, балықта қанат болады ғой. Киіз үйдің керегесі, керегені біз қанат дейміз. Ол кереген жоғары шаңыраққа қосатын жерді, ағаштарын біз, бөлшегін біз соны уық дейміз. Дөңгелеп қойған қанатын кереге деп айтамыз. Ұшақтың қанаты, оныменен құстың қанатын біз енді салыстыра алмаймыз ғой, дұрыс па? Құстың қанаты кәдімгі тірі қанат, оны қағады құс. Ал ұшақтың қанаты темірден жасалған, дегенмен оның да аты қанат. Белгілі бір нәрсенің шегі. Мысалы, футбол алаңының сол жақ қанаты немесе оң жақ қанаты. Көрдіңіз бе? Сонда бір қанат деген сөздің 5 түрлі мағынасы бар екен. Демек, сөздің көп мағынасы болады дегеніміз осы. Балалар, біз айтамыз ғой, қазақ тілі бай тіл, қазақ тілі көркем тіл, қазақ тілі әсем тіл. Неге? Себебі бұл қазақ тілінің мағынасы үлкен. Бір сөздің бірнеше мағынасы болуы мүмкін. Бірнеше сөз бірігіп бір мағынаны беруі мүмкін. Мысалы, синонимдерді өттік қой. Бір ғана
әдемі деген сөздің өзі сұлу, көрікті, көркем деген бірнеше сөзбенен белгіленеді. Сол сияқты бір ғана қанат деген сөздің керісінше бірнеше мағынасы бар екен. Тапсырманы қарап көрейік. Көп мағыналы сөздің анықтамасын белгілеңіз дейді. Қайсысы көп мағыналы сөздің анықтамасына жатады? Затты атап білдіретін мағынасы ма? Нақты атауын білдіретін мағына ма? Әлде біркелкі дыбысталып айтылатын сөз бе? Ол бізде амонимдер, естеріңізде болсын. Мағынасы басқа сөздердің тобы ма? Ол да соған жатады. Сөздің екі немесе одан да көп мағынаға ие болуы ма? Әлде мағыналары бір-біріне жақын сөздер ме? Әрине, Д жауабы дұрыс. Сөздің екі я одан көп мағынаға ие болуы. Қайталап есімізге түсірейікші Е жауапты. Мағыналары бір-біріне жақын сөздердің тобын қандай сөздер деуші едік? Әрине, синонимдер. Жаңа мен айттым ғой, әдемі, көркем, сұлу, көрікті дегендердің барлығы. Немесе біркелкі дыбысталып айтылатын сөз амоним. Ат дедік, мысалы, мылтықпен ат, астымызға мініп жүрген жылқының түрі, сенің атың кім дегендегі есім. Немесе мағынасы басқа сөздер, мысалға сол сөздер, бірақ мағынасы басқа. Бұл екеуі амонимге жатады. Затты атап білдіретін сөздер, ол зат есім ғана, заттың атауын білдіреді. Ал бұл жерде бізге беріліп отырған көп мағыналы сөздің анықтамасы сөздің екі я одан көп мағынаға ие болуы. Көп мағынаға ие болған сөз табыңыз дейді. Өзі бір жүзіктің көзінен өткендей пысық жігіт екен. Сонда қай сөз көп мағыналы сөз? Жүзіктің бе, көз бе, өткендей пысық жігіт? Әрине көз. Себебі көз жүзіктің көзі, иненің көзі, адамның көзі, істің көзі болады ғой, болады. Осы көз деген бір сөз бірнеше мағынаға ие болып тұр. Түсіндіңіз, жақсы. Жалғасы, көп мағыналы сөзді табыңыз дейді. Жақындаса, обаның басында жалпиған бір адам отыр. Қай сөз көп мағыналы сөз? Біліп қалдыңыздар менің ойымша. Жақындаса, обаның басында жалпиған адам. Көп мағыналысы қайсысы? Әрине басында. Бас деген сөзді бірнеше мағынасы бар. Адамның басы, істің басы, судың басы, өзеннің басы, тағы басқа. Мына тапсырманы қарайық. Қалың шаш деген көп мағыналы сөздің антонимін табыңыз дейді. Бұл деген сөз қарама-қарсы мағынасын беретін сөз табыңыз дейді. Қалың шашты қарама-қарсы мағынасымен қалай айтуға болады? Жұқа шаш, дұрыс таптыңыз. Немесе көп мағыналы сөзді табыңыз. Жердің бетінде тыныштық бола бергей. Тура манағы тапсырмалар сияқты. Көп мағыналы сөз қайсы? Бетінде, жердің беті, көлдің беті, адамның беті, айнаның беті, істің беті бері қарады деп те айтады. Іс дұрысталып келе жатыр десек. Міне демек, бет деген бір сөздің бірнеше мағынасы бар екен. Көп мағынаға ие болатын сөз табыңыз. Майра, жараның аузы ашылып кетпесін. Қайсы көп мағыналы сөз? Дәл жаңағыдай тапсырма, әрине аузы. Аузы, есіктің аузы, адамның аузы, жараның аузы, тағы басқа, қасқырдың аузы деген сияқты. Көп мағыналы сөздің антонимін табыңыз дейді. Құпия әңгіме. Антоним естеріңізде болар. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Құпия әңгіме. Бұл қандай әңгіме? Ешкімге айтылмайтын әңгіме. Сыр былайша айтқанда. Сонда құпия әңгіменің керісінше айтылатын, ел еститін әңгіме болса, ол қандай әңгіме болады? Әрине, ашық әңгіме. Ашық әңгіме. Бүгінгі сабағымыз осыменен бітті, аяқталды. Бүгін біз сіздерменен сөздер туралы әңгіме қозғадық. Сөздер, қараңызшы,
сөздердің бірнеше түрі болады екен. Диалект сөздер, кәсіби сөздер, неологизмдер, термин сөздер, кірме сөздер және архаизм. Біз оны жаттығуда аздап орындадық, шамамыз келгенше. Мына жаттығуда сіздерден тест тапсырмаларында болады. Мынаның ішінде диалект сөздер табыңыз, кірме сөздер табыңыз деген. Мынау анықтаманы жақсылап жазып алсаңыздар, суретке түсіріп алыңыздар, көшіріп. Жалпы мен бірнеше рет қайталап айтам. Осы қысқаша қазақ тілі сабағында берілген материалдарды жинай беріңіздер. Бұл ешқандай кітаптарды ақтарып, оқулық кітаптарды іздеп жатпайсыздар. Бәрі осы сабақтардан табылады. Бұл сізге өте ыңғайлы, оңай вариант. Сөздіктердің түрлері мінекей. Қанатты сөздер жайлы айттық. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Яғни үлкен керемет мағынаны бір аз ғана сөзбен бере салу. Бұл шешендер осындай сөздер айтады, билер. Өзіміздің ұлы Абай атамыз осындай сөздерді көп айтқан. Сөздің тура және ауыспалы мағынасы. Бір сөзде екі түрлі мағына болады. Біреу тура, екіншісі ауыспалы. Және ең соңғы өткеніміз көп мағыналы сөздер. Бір сөздің бірнеше мағынасы болады екен. Сондықтан да біздің ана тіліміз өте бай тіл деп есептейміз. Сабақ осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.